Қайырлы таң білім алушылар. Қайырлы таң ұстаз. Бүгін сыныпта кім жоқ? Ақбас Сержан денсаулығына байланысты ауырып жатыр. Мақұл, жазылып келсін. Сержан ертерек ортамызға оралсын, жазылып. Бүгінгі сабаққа деген көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы. Әрине, сендердің сабаққа деген көңіл-күйлерінің жақсы болуы сабағымыз сәтті басталып, табысты аяқталады деген ойдамын. Орындарыңа отырмас бұрын мына жерден бір күлтеден алайықшы, кәне, топтасып алайық, бір күлтеден келіп алайық. Жылдам. Осы күлте бойынша парталарға жайғасамыз. Парталардан көріп тұрмызға, күлтенің жазуларын керемет, сынап, біздің. Жылдам тез жайғасып жіберейік. Күлтедегі жазулар ажыраталық па? Сержанның күлтесі ашылып қалды, е? Көңілімізді сабаққа бұрып, құрал жабдығымызды түгелдеп алайық. Жаңа тақырыпқа өтпес бұрын өткенге шолу жасайық. Алтыларында кесте көріп отырмыз. Барлығымыз кестен алайықшы. Кәне, бір-бірден таратып берейік, қыздар. Кестемен жұмыс жасайық. Жылдам кестені толтырамыз. Жетім оғарғымызға? Кестеде берілген адам қаңқасының бөлімдері және сүйек типтері. Сүйек типтерін адам қаңқасының бөлімдеріне орналастырамыз. Жылдам. Уақытты үнемдейміз. Тапсырма қиын ба? Жоқ, себебі бұны біз өткен сабақта өткенбіз. Өткен сабағымызда ол термин сөздерді өткенбіз. Болдық па? Болған топ болса, тапсырмамызды сағат тілімен айналдырайық. Жылдан тапсырмаларымызды сағат тілімен айналдырамыз. Уақыт үнемдеу, жылдан алтын ережеге бағынамыз. Алтын ережеде уақыт үнемдеу тәсілі бар, е? Айналдыңдар ма? Мына топ, жылдам. Болды, бізге берген уақыт бітті, тоқтатамыз жұмысты. Сағат тілімен айналдырып алсақ, бір-бірімізді тақтадағы жауап парақшасынан тексеріп шығайық. Кемшіліктер көп па? Жоқ. Ясында бір кемшілік бар екен. Абу Бәкірге кемшілік, Ильяс, үлгермей қалдың ба? Жақсы. Парақшаны шетіне жинап қояйық партаны. Жылдам. Жаңа сабағымыздың тақырыбын ашпас бұрын сендерге мынадай бір мәліметтерді өткіземін. Біз өткен сабақта адам қаңқасының сүйектері 200-ден астам деп айтқанбыз. Сүйек дегеніміз не? Сүйек дегеніміз дәнекер ұлпасының бір түрі, яғни сүйек
ылпасынан тұрады. Сыртқы тығыз бөлім ол түтікті жалпақ сүйектердің шетінде болады, ал ішкі кемікті бөлім табақшалардан тұрады. Сүйектің өсуі екі типі бар. Жуандап өсу және ұзынынан өсу. Тағы сүйек жасушалары үлкен үш топқа бөлінеді. Бірінші остеоциттер, екінші остеокластар, үшінші остеокластар. Менің мәліметіме қоса тағы да мына бір бейне жазбадан бүгінгі сабағымыздың тақырыбы не туралы болмақ, соған жақсылап мәлімет. Сүйектен тұратын қаңқасыз адам денесін елестетудің өзі қиын. Сүйектеріміз бойды тік ұстауға мүмкіндік береді, әрі маңызды дене мүшелерін қорғайды. Жаңа туған сәбидің бойында 300-ден аса сүйек болады. Өсе келе кейбір сүйектер бір-біріне қосылып тұтасып кетеді. Осылайша ересек адамның бойындағы сүйек саны 200-дің төңірегінде болады. Сүйек атаулы бұлшықеттер секілді жиырылып созылмаса да, олар тірі дене мүшелерінде жатады. Сүйек өмір бойы жаңарып, өсіп жетіліп отыратын тірі ұлпа болып табылады. Әр 7 жыл сайын адам денесіндегі әрбір сүйек толықтай жаңарып, алмасады. Сүйек қан тамырларынан жүйке жасушалары және остеоциттер деп аталатын тірі жасушалардан тұрады. Олардың барлығы кальций және фосфордан тұратын өте берік қаңқамен біріктірілген. Сүйек ұлпасы дене мүшесінің қимыл қозғалыстарына бейімделіп, өзгеруі мүмкін. Мәселен, егер сіз сквош көп ойнасаңыз, қолыңыздың сүйектері қатайып, ірілене бастайды. Адам бойында түрлі әрекеттерге бейімделген алуан пішінді сүйектер бар. Мысалы, омыртқа 26 сақина тәріздес сүйектен құралған. Олар денені тік ұстап тұруға, бұрылып, айналуға және иілуге мүмкіндік береді. Әрі жұлын арқылы өтетін өте маңызды жүйке талшықтарын қорғайды. Адамның бас сүйегі әртүрлі сүйектерден құралған. Олар миды зақымнан қорғап, бет әлпет пішінін қалыптастырады. Сүйектеріміз көзге көрінбесе де, олар көптеген ірілі-кішілі бөліктерден тұратын адам бойындағы аса күрделі дене мүшесі болып табылады. Уақыт озып бәрі ғайып болғанда, ұзақ уақытқа қалатын тек осы сүйек қана. Сонымен бүгінгі сабағымыздың тақырыбы не жайында болмақ екен? Сүйектің макро және микроскопиялық құрылысы, сүйектің химиялық құрамы. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы. Енді сол тақырыпқа мақсат қойып алайықшы. Қандай мақсат қояр едік? Тақырыбымыздың мақсаты Сүйектің химиялық құрамын, макро және микроскопиялық құрылысын зерттейді. Енді осы мақсаттың жету үшін бағалау критерийлерін анықтап алайық. Сүйектің микроскопиялық қызметтерін түсіреміз. Сүйектің микроскопиялық құрылысын сипаттаймыз. Сүйектің химиялық құрамын түсіндіреміз. Бейне жазбадағы мәліметке сүйене отырып, топтық жұмыс жүргізіп жіберейік. Топта 3 мәтін дайындап келіп отырмын. Сол 3 мәтінді 3 топқа бермекшімін. Бірінші, біздің топ мүшелеріне сүйектің микроскопиялық құрылысын сөйлетесіңдер. Екінші, сүйектің макроскопиялық құрылысы берілмек, суреттерді сөйлетеміз. Келесі керемет тобына, яғни сүйектің химиялық
құрамы деген мәтін беріледі. Әне. Топта алтын ережеге байланысты ұйыған жұмыс үшін ойланамыз, жұптасамыз, ойымызды ортаға салып талқылаймыз. Суреттерді сөйлетеміз. Сендер сызба түрінде түсірсеңдер болады. Ал жұмысыңызға сәттілік. Жақсы. Сынып тобы жақсы жұмыс істеп жатырмыз. Керемет жасап жүріп жатамыз. Шынған нұсқамызды жасап жатырмыз ба, жасап жатырмыз ба? Қасиетсіз жазуға тырысамыз. Қосымша тағы ауызша беретінен назар берді. Сүйреттің құрылымында құрылысы қойып жазылымы. Керемет, біздің топта екен, елдерді. Қалған топты күтейік, ойларыңызды жақтап отырыңдар. Жақсы. Керемет тобы да бітірді, елдерді. Ойларыңызды жинақтап отырыңдар. Сынып тобы кете тұрайық. Уақыт бар. Иә. Иә. Қандай қасиет? Жоқ. Қандай қасиет? Қасиет. Қандай қасиет? Қаттылық. Енді түсірген постерді не үшін қойды? Ойымызды себебі қалған топын шебер білмей қалуымыз керек. Иә. Қасиет жерде. Тағы да. Сен жаз. Дұрыс. Жақсы. Біртікпа сынып тобы да болды. Енді бірінші сынып тобына сөз кезегін берейік, себебі макроскопиялық құрылысы туралы басталады. Топта шығатындарыңыз бар ма? Қорғайды.
барлығымыз зейінімізді аударамыз, топ ережесін сақтай отырып, бір-бірімізге деген құрмет көрсетеміз. Себебі қазір біз алған білімімізді практика жүзінде дәлелдейміз. Түсінікті ма? Зейінімізді жақсылап аударып отырайық. Біздің топқа берілген тақырып сүйектің макроскопиялық құрылысы. Даусымыз кішкене қаттырақ, себебі Сүйек дәнекер ұлпасының бір түрі болып табылатын сүйек ұлпасынан түзілген сүйектердің көпшілігі сыртқа тығыз және ішкі кемікті заттан тұрады. Ол денеде жалпақ және түтік тәрізді сүйектің басында болады. Кемікті зат сүйек механикалық жүктемеге ұшырамайтын бағытқа сәйкес доғар тәрізді орналасқан табақшалардан тұрады. Енді өзіңнің сөзіңнен айтшы. Сүйек дәнекер ұлпасының бір түрі болып табылатын сүйек ұлпасынан тұрады. Ол сүйектердің Қандай заттардан тұрады екен? дәнекер ұлпасынан сүйектердің көпшілігі сыртқы тығыз және ішкі кемікті заттан тұрады. Жақсы. Ол денеде жалпақ немесе түтік тәрізді сүйектің басында болады. Көрсетші суретті. Сүйектің басында деп айтыр, Сүйектің құрылысына келсек, сүйек ұлпасының жасушалары, сүйектің тежік майы, сүйектің кемік заты, сүйектің сары кемігі, қан тамырлары, тығыз заты, сүйек қаптар орналасқан. Жақсы. Толықтыратын бар ма? Ары қарай жалғастыратын болсам, бізде сүйек сыртынан онымен тұтасып өскен, сосын ұшылға сүйек қаппен жабылған. Тек оң бетінен Көрсетейікші соны суреттен. Себебі біз айттық қой жаңа суреттерді сөйлету әдісін пайдаланамыз деп, сүйек сыртынан онымен тұтасып өскен, сосын ұшылғамен жабылған. Тек оң бетінен басқа. Сүйек қапта қан тамырлары мен жүйке ұштары рецепторлар орналасқан. Олар сүйектің қоректендіру және оттек жеткізу және де зиянды заттарды шығарып тастау үшін керек. Олар сүйектің Қандай қызмет атқарады? Олар сүйектер негізінде жасушалардың ішкі қабатының бөлінуі есебінен өседі. Ал сүйектер зақымданған кезде, яғни сынғанда, не болмаса жараланғанда, оған сүйек қаптың маңызы өте зор болады. Атқаратын қызметі екен. Тағы қосарымыз бар ма? Әттең-ай, мәтінде мына сөйлем айтылмай кетті-ау, мына термин қамтылмай кетті-ау дейтін ойымыз бар ма? Қамтыды ма? Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Келесі сүйектің микроскопиялық құрылысынан кездестірейік. Көпіршелері. Екі көпіршелері бар. Қалғанымыз жақсылап тыңдап, отырамыз назар аударып. Біздің топқа берілген тақырып сүйектің микроскопиялық Қандай? Бұл жердің бәрінде остеон қамтылған. Остеон дегеніміз сүйектен оттек пен қоректік заттарды қамтамасыз ететін жасуша болып табылады. Остеон дегенімізді мысалы мына суреттен қарай аламыз. Мына суретте орталық өзек, орталық өзек бұл капиллярный жүйесі болып табылады. Орталық канал болып табылады. Ал остеотит болса, осы жерді оттекпен либо керекті қан тамырларымен қамтылады. Сүйекті өзектер болса, осы жердегі ең маңызды қызметті атқарады. Ал келесі сурет болса, бізден көріп тұрғандарыңызда кішкентай қызыл заттар қан тамырлары болады. Қан тамырлары адамның бойындағы өте қажетті заттардың бірі. Адамның бойындағы қан тамырлары арқылы қан жүріп, адам еркін қозғала алады. Ал сүйек қап болса, сүйек сынғаннан кейін және де зақымданған соң сүйек қап адамның денесін қорғайды. Сүйектің ішкі бөлігіне зақым келмес үшін сүйек қап осы жерді қорғап тұрады. Сүйек жасушалары остеоциттер. Бұл ішкі жасушалар. Остеоциттер.
астицидтер, бұлар ішкі жасушалар, осы жерді отпетпен және қоректік заттармен қамтамасыз етеді. Ал мынау тығыз зат болса, осы жердегі қоректік заттармен қамтамасыз етіп, қорғап тұрады. Сүйектің құрылысымен таныстырып жатырсыңдар. Яғни ол сүйектің микроскопиялық құрылысы деп айтылады екен. Арқарымен жалғастырып кетсем, жалпы сүйек бірнеше жасуша типінен тұрады. Солардың бір 3 типін атап кетсем. Олардың ең бірінші және ең маңызды типі остеоцит. Жалпы остеоцит ішінде өсінділері бар, домалақ немесе сопақша келген жасушалардан тұрады. Домалақ, сопақша жасушалар. Керемет, жақсы. Ал екінші түрі және де жас қалыптаспаған түрі остеобласттар деп аталады. Жалпы остеобласттар сүйек сынған кезде және оның өсуінде үлкен қызметін атқарады. Оның тезірек өсуінде үлкен қызмет атқарады. Және үшінші бір типі остеокласттар деп аталады. Остеокласттар нағыз сүйек қалыптаспай тұрып, оның ішіндегі шеміршек ұлпасын жояды. Жалпы адамның ұрығында ең алдымен шеміршекті қанқа қалыптасады. Және кейіннен барып, шеміршекті қанқаның орнына нағыз сүйек қалыптаса бастайды. Жалпы адамның толық сүйектеніп бітуі денесінің өсуі толық тоқтаған кезде, яғни шамамен алғанда 20-25 жасында жүзеге асады. Ал кейіннен ол жастан асқаннан кейін сүйектің жай ғана баяу жаңаруы жүре береді. Жақсы. Мәлімет толық болды ма? Жеткілікті ма? Түсінікті ма? Отыра қойыңдар. Келесі, яғни сүйектің химиялық құрамы. Екі жігіт қорғайын екеумізде. Ал жарайсыңдар. Жігіттерге сәттілік. Ал қаламсақтар қойын. Неме көрсетесіңдер? Барма қаламсақтар. Бастаңдар. Сүйектің химиялық құрамы бейорганикалық және органикалық деп екіге бөлінеді. Бейорганикалық заттардың 60%-ын кальций, фосфор, Абшүкір, мына топқа қарап сөйлейік. Кальций, фосфор, магнийдің минералды тұздары құрады. Ал органикалық заттардың 30%-ын наруыз, майлар және көмірсулардан тұрады. Бейорганикалық заттардың негізгі қасиеті қаттылық. Ал органикалық заттағы өзіне тән қасиеті серпімділік және ергіштік. Екеуіне де тән қасиет болып беріктік саналады. Беріктік болып саналады дейді. Мен жалғастыра кетсем, бала ағзасында органикалық заттар көп болады. Олардың 4-7 жастарынан бастап спортқа бергенде олардың аяқта иілгіш тез үйренетін болады. Ал олардың өскен сайын органикалық заттары жоғала бастайды. Қандай спорттық ойындарға береді деп ойлайсың? Цирк, балеттерге. иілгіштік қасиеттері көп болады. Тұрмыз, керемет. Тағы қосымша? Тағы қосымша не айта аламыз? Топ қосымша айтарымыз бар ма? Қандай мәлімет айтар едіңдер қосымша? Басқа топтан? Бұл топ жас келген сайын сүйектің беріктігі жоғала бастайтынын, жас келген сайын адам қартайып сүйегі әлсіздене бастайтынын айтады. Яғни сіздің ұсынысыңыз келісеміз ба? Келісеміз ба, шүкір? Жарайсыңдар. Отыра қой. Керемет. Сонымен топта жұмыс жасап болсақ, өзара кері байланыс беріп жіберейік, топта бір-бірімізді бағалайық. Бірінші, біздің топқа кері байланыс береміз, тамыз кілті әдіс арқылы. 3 шапалақ болды ма? Бәрекелді деп бағаландыңыздар. Келесі сынып тобына, әрине сіздер де бәрекелді деп кері байланыс берді. Үшінші керемет тобына. Екеуі ба? Себебі? Себебі бұлар топпен бірігіп жұмыс жасай алмады. Бүгінгі сабаққа орташа безіне қатысты. Топта жұмыс жасау керек екенін әлі сіздерге ұсыныс ретінде жеткізіп отыр. Және осыдан қорғағанда бір жаңағы кемшілік орын алды. Келісеміз ғой? Өкпе реніш жоқ па? Жақсы. Міне
яғни практикалық бөлімге де келіп жетті. Алдымызда зертханалық дәптер. Барлығымыз зертханалық дәптерімізді ашып, жұмыстың барысымен танысайық. Және қауіпсіздік ережесін сақтай отырып, жасуша сүйектің химиялық құрамымен зерттейміз, жасушалық химиялық құрамын зерттейміз. Мақсатын Сұлтан оқып жүрсіз не? Зертханалық жұмыстың мақсаты не екен? Сүйектің макро және микроскопиялық құрылысын үйрену. Иә, макро және микроскопиялық құрылысын үйрену. Бірінші тапсырмаға мән берейікші, берілгені. Рамазан оқи қойшы. Қандай тапсырма берілген біріншіде? Бірінші тапсырма микроскоп арқылы сүйек ұлпасын қараңдар. Ары қарай? Екінші, А және Б суреттерінен көтерілген көргендеріңді салыстырыңдар. Анықтаңдар, сендер ұлпаның қандай кесіндісін көріп отырсыңдар. Иә. Қандай кесіндісін көріп отырсыңдар? Суретте бейнеленген. Бір ғаным. Айта қойшы. Қандай кесіндісін көріп отырсың бірінші? Соны айтшы. Сүйектің қандай кесіндісі? Бірыңғай саналы және Толықтырайықшы. Одан айт. бұл суретте сүйектің иілгендігін көріп тұрмын. Қандай түсінбедік па? Қандай бөлікке? Жаныр айтшы. Қандай ұлпасын көріп тұрмыз? Жаңа ғана айттық қой, сүйек ұлпаларында тұрақ деді. Қандай бөлігі? Жаңа мен айттым ғой, зейіндеріңді жақсылап салып тыңдап отырыңдар деп. Сонымен А суретте нені байқап тұрмыз? А суретте бірыңғай сала бұлшық етті, Б суретте сүйек жасушалары. Өте керемет. Келісеміз ба? Таптық па? Сонымен А суретінде не болады екен? Бірыңғай салалы бұлшық ет, Б суретінде сүйек жасушалары. Дұрыс. Жазамыз. Жылдар. Зертханалық жұмыстың төменгі жағында дескриптор орналасқан. Иә? Сол дескрипторде бал қойылған. Байқадық па? Иә? Қанша бал қойылып тұр? Қанша бал қойылып тұр? Емелек? 10 бал қойылып. Иә, 10 бал қойылып тұр. Сол 10 балды мына тапсырмалар арқылы не істейміз? Орындаймыз, иә? Келесі тапсырмаға кеттік. Келесі тапсырманы оқышы. Суреттен қан тамырлары мен жүйкелер өтетін жолдарды көрсетіңдер. Олар қандай санмен белгіленген? Иә. Қандай санмен белгіленген? Иә. Не белгіленген екен бұл жерде? Суретті анықтаймыз. Не белгіленген? Сөйлеші, айта қойсаңыз. Ол жерде қан тамырлары мен жүйкелер өтетін жолдары көрсетілген. Дұрыс айтасыз. Және де ол жерде 3 санымен белгіленген. 3 санмен белгіленген. Санды жазамыз. Жазып отырып па? Ілияс, қалып кетпейік. Қазір ұпайымыз жетпей қалмасын, жазамыз. Келесі Әбішкүр оқышы берілгенін. Сүйек жасушалары қандай санмен белгіленген? Иә, жаңа айттық, сүйек жасушалары деді. Бұда қандай санмен белгіленген? 2. Қандай санмен белгіленген бір ғаным? 2. Жазамыз. Үлгеріп отырмыз ба? Келесі тапсырма емлік оқи қой. Сүйек ұлпасы ұлпаның қай түріне жатады? Сүйек ұлпасының қай түріне? Сұлтан, қандай түрге жатады? Дәнекер ұлпасы. Керемет, дәнекер ұлпасына. Келісеміз ба? Сендердің де ойлары сондай болды ма? Жауабы? Шарапат, келесі берілген оғы.
Осы ұлпаға қандай белгілер тән? Иә. Қандай белгілер тән? Сүйектің дәнекер ұлпасының бір түрі болып табылатын сүйек ұлпасынан түзілген сұйық ұлпа болып келеді. Дұрыс, керемет. Келісеміз ба? Сондай ма ойымыз сендерде? Жазамыз. Ілияс, жылдамырақ қимылдайық. Қандай ұлпа екен сонымен? Дәнекер ұлпа. Шарапаттың айтқан жауабы. Сұйық ұлпа. Менің келесі тапсырманы берген оқиық. Сүйек ұлпасындағы жасушалар. Оны айтып қой. Сұйық ұлпа деп. Келесі 6-шы. Сүйектің макроскопиялық құрылысын қараңдар. Кесілген сүйекті салыңдар. Оның бөліктерін жазыңдар. Сүйек қабығы, тығыз зат, қиметті зат, сүйектің қызыл кемігі, сүйектің сары кемігі. Енді жылдан ажыратып жіберейікші. Жылдан сүйектің құрылысын ажыратып жіберейік. Сіздердің жадыңызда. Жатақхананы ашып қаламыз. Тұрғанын білген болдыңыз ба? Бірінші тәжірибе бойынша ойларыңызды жинақтаңдар. Қорытынды жазамыз. Бірінші тәжірибе бойынша осы алдыларында орындаған тапсырмалар. Сол бойынша қорытынды жазыңдар. Дискриптивден ұпай сандарыңды қойып отырыңдар, қаншалықты орындағандарыңды. Келесі тәжірибеге көңіл аударайық. Екінші тәжірибеге барамыз. Қаламсапты қоямыз. Сендердің жас ерекшеліктеріне байланысты бұл тәжірибені өзім жасап көрсетпекшімін. Барлығымыз зейінімізді бері бұрып тыңдап алайық. Жаңа 3-ші топ қорғады. Сүйектің химиялық құрамы. Өздерің көріп тұрғандай, мына жерден мен кәдімгі үй құстары бар, соның сүйектерін сендерге таныстырмақшымын. Мынау кәдімгі табиғи сүйек. Ұзын, жаңағын айтып кеттік, сүйек типтердің ұзын бөлігі. Келесі тұз қышқылына қосылып, тұз қышқылына салынған күйдірілген сүйек. Келесі күйдірілген сүйек. Бұл күйдірілген сүйекті мына бір спирт шамына жасап алдық. Қалай жасаулары туралы қарайық. Жалынды көріп тұрмыз, Мынау күйдірілген сүйек. Яғни, бұл қандай қасиетке ие? Жаңа 3-ші топ түсіндіріп өткендей, бұл
сүйек қыздырылғаннан кейін жоғарғы температурада болғандықтан, яғни органикалық заттары не істеп кетеді? Жойылып кетеді екен. Түсініңген ол кәдімгідей морт сынғыш болады. Не көріп тұрсыңыз, иә? Морт сынғыш. Бұл қандай затты жоғалтты? Органикалық заты жоғалды. Биорганикалық заты қалдырылды. Келесі, яғни кәдімгі қалыпты сүйек табиғи. Бұл жерде биорганикалық та, органикалық та зат бар. Сондықтан ол қандай қасиетке ие? Қандай қасиетке ие? Мықтылық, қатты затқа ие. Шатастырмаймыз. Бұл кәдімгі қалыпты сүйек. Мынау күйдірілген сүйек дедік, иә? Енді бізде келесі кальций сіздендірілген сүйекке мән берейік. Бұл қандай қасиетке ие? Яғни биорганикалық заттары жоғалғандықтан, бұл қандай қасиетке ие? Енгіштік. Және қандай қасиет? Не істеп жатырмын? Созылғыштық қасиетке ие. Міне көріп тұрсыңдар, иілгіштік, созылғыштық қасиетке ие. Қандай органикалық жоғалып кетті зат? Қандай органикалық зат жоғалды? Қандай органикалық зат жоғалды? Органикалық заттардың болмағандығы. Иә? Енді келесі тәжірибемізге көшейік. Сүйектің қандай заттардан тұратынын не істейміз? Анықтадық, иә? Енді бұл жерде табиғи сүйекті көрдік, иә? Кальцийсіздендірілген сүйекті көрдік және күйдірілген сүйекті көрдік. Соған енді жұмыстың барысы бойынша жұмысты орындаймыз тапсырманы. Бірінші, сүйек, жануар сүйегін иіп көрдік, иә? Сүйек иіледі ме? Енді не деп жазамыз? Жазамыз. Көрдік па көзімізбен? Сүйектің иілетіні. Келесі. Сүйек созыла ма? Сүйек созыла ма? Иә, созылады. Қандай уақытта, қандай кезде? Иә, дұрыс. Қандай зат жоғалып кеткенде? Созылғанда, яғни не қасиетке болды дедік? Созылғыштық. Келесі, қыздырылған сүйекті иіп көргенде не болды? Морт сынғыш болды, иә? Жазамыз. Келесі? Оған қандай қасиетті? Иә, оған қандай қасиетті? Мен көрсеттім ғой, ойымызды жинақтап жазамыз. Бұл жеке жұмыс, сондықтан әрқайсымыз өзіміз ұпай жинауымыз қажет. Болды. Бізге берген уақыт бітті. Барлығымыз бері қарайық. Қараймыз бәріміз бері. Кәне, өзімізді жылдам бағалап жіберейікші. Формативті баға бойынша кім қанша ұпай жинады екен. Және сол жинаған ұпайымызға кері байланыс берейік. Қызықты, құнды және сен үшін не қиын болды. Кәне, жылдам. Сен
Söyle ғой. Қанша ұпай жинадың? Мен 6 ұпай жинадым, маған қорытынды жазу қиын болды. Себебі? Себебі қорытындыда Ойыңды жинақтай алмадың ба? Не құнды болды сен үшін? маған адам ағзасындағы сүйектің құрылысы қызық болды. Макроскопиялық, микроскопиялық құрылысы. Ілияс сөйле ғой. Мен 7 балл алдым, қорытындыны толық аяқтап бітіре алмадым. Маған сүйектің қасиеттерін дұрыс біле алмадым, ал маған құнды болғаны адам ағзасындағы сүйектердің созылғыштығы бар екенін, олардың иілгіштігі бар екені маған өте қызық болды. Керемет. Азире. Маған қызық болғаны бүгінгі Қанша ұпай жинадың? Ұпайыңа қарап кері байланыс бер. 6 ұпай жинадым. Мен бүгін қорытындыны жаза алмадым және сүйектің иілгіштігін білдім. Иә, сен үшін құнды болған сүйектің иілгіштігі. Рамазан. Ылғанай, келесі. Кері байланыс беріңдерші. Мен бүгін 8 ұпай алдым. Маған бұл күнгі сабақ түсінікті болды және жақсы меңгердім. Шарапат. Мен бүгінгі сабақта 9 ұпай жинадым және де маған сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Маған ешқандай нәрсе қиын болған жоқ. Құнды болған нәрсе ол сүйектің химиялық құрамын зерттеп көру маған құнды болды. Ал маған қызық болғаны сүйектің микро және макроскопиялық құрылысы. Диас, керемет жақсы болған. Мен бүгін сабақта 8 ұпай алдым. Маған құнды болған сүйектің химиялық құрамын, макро және микроскопиялық құрылысын зерттеу құнды болды. Қызық болғаны сүйектің иілгіштігін, созылғыштығын анықтау қызық болды. Қиын болды. Қиын тапсырма болмады сен үшін. Бір ғана сөйле ғой. Маған құнды болғаны сүйектің химиялық құрылысы маған құнды болды. Қызық болғаны сүйектің макро және микроскопиялық құрылысы құнды болды. Жақсы. Алима. Менің жинаған ұпайым 8 ұпай. Мен барлығын түсіндім. Маған құнды болғаны адам ағзасындағы неше сүйек болғаны. Ал маған не қызық болғаны, топтасып жұмыс істегеніміз. Ал маған ешқандай қиындық туындаған жоқ. Мақұл, жарайды. Олай болса сабағымызды қорыта келе, мына бір сұрақтар қойғым келіп отыр. Менен сұрақ, сендерден жылдам жауап болсын. Сүйек қапта қан тамырлары мен жүйке ұштары, рецепторлар орналасқан. Не үшін қажет осы орналасу реттілігі? Сұлтан айта қойшы. Сүйек қабы сүйектің сыртын қаптайтын созылғыш ұлпадан тұрады. Ол остендардан құралады. Жақсы. Келесі, сүйек қабы қайда орналасқан? Оның құрылыс ерекшелігі қандай? Bir ғана сөйле ғой. Сүйектің тіре жасушаларын қоректендіру үшін, оттекті жеткізу үшін және зиянды заттарды шығару үшін қажет. Жақсы, керемет. Сүйектің химиялық құрамы туралы Рамазан қорытындылап жіберші кәне. Сүйектің химиялық құрамы адам жасына әсер етеді. Сүйектер органикалық және биорганикалық болып екіге бөлінеді. Биорганикалық заттар қатты қасиет береді. Органикалық заттар сүйекке беріп, органикалық заттар сүйектің беріктік қасиетіне серпінділік, эластикалық, иілгіштік қасиеттерін арттырады. Жақсы, мақұл. Енді бүгінгі жалпы сабағымыз қалай өтті? Өздеріңе рефлексия жасап жіберейікші. Жалпы сабаққа рефлексия жасап жіберейікші кәне. Сабақты бағалап жіберейік. Ресторан әдісі арқылы өз-өздеріңді бағалаңдар. Жалпы сабаққа сипаттама. Шарапат. Маған менің қарным тойды және мен ешқандай тамаққа тапсырыс бермеймін, маған бәрі түсінікті. Мақұл. Ілияс? Мен тағы тапсырыс берер едім. Мен бұл жерде сүйектің қандай қасиеттеріне ие екенін жаза алмадым, сол себепті тағы да бір рет тапсырыс беремін. Сені сабақтан кейін қосымша сабаққа шақырам, түсінбегеніңді сол жерде толықтырамыз. Еңлік, бүгінгі сабаққа қандай баға берер едің?
Мен тағы да тапсырыс беріп едім, өйткені сүйектің химиялық құрамын әлі Қосымша оқу қажет екенін білдің бе? Жаным, кәне? Менің асқазаным қорытты, мен ешқандай тамақ пісіріп бермеймін. Бүгінгі тағам маған өте қызықты болды және де түсінікті болды. Рамазан, кәне, өз ойыңды айта қойшы. Мен тағы тапсырыс беремін, себебі мен қосымшаларға қатысу керек. Мен сабақты орташа түсіндім. Жақсы, керемет, әділ бала. Ұлданай? Менің асқазаным толық қорытты, мен бүгін сүйек жасушалары білдім және де түсіндім. Бүгінгі сабақ маған қатты ұнады. Керемет, жақсы. Олай болса үйге тапсырмаларыңыз. Қарағы 32 және мәтіннің соңында тапсырмалар тұр, иә? Бірінші, екінші тапсырманы үйден өз беттеріңізше орындап келесіңдер. Жақсы, сабаққа жақсы қатыстыңдар. Сонымен мақсатымызға жеттік пе жаңа алдымызға қойған? Жетті ме? Сүйектің макро және микроскопиялық құрылысын сипаттадық және химиялық құрамын зерттедік. Солай ма? Жақсы, сау болыңдар. Келесі кездескенше күн нұрлы болсын.